Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сәлеметсіз бе апай? Сабақтың тақырыбы тазалық, денсаулық кепілі. Сабақтың мақсаты жеке бас гигиенасын сақтаудың маңыздылығын түсіндіру. Бүгінгі сабақта біз денсаулық және жеке бас гигиенасы туралы білеміз. Жеке бас гигиенасы ережесін сақтауға үйренеміз. Сабағымызды мына өлең жолдары арқылы бастайық. Тазалықты сүйеміз, таза болып жүреміз. Біз баламыз шыныққан, денсаулығы мықты жан. Балалар, суретке назар аударайық. Суреттегі балалар туралы не айтар едіңдер? Ауладан келген соң, үйге кіріп, қолын жуып жатыр. Жарайсың, Шадияр. Балалар далада жол ойнаған соң, қолдарын сабындап жуды. Өте жақсы. Балалар доп ойнап жүрген кезде үйге кіріп, сабынмен қолын жуды. Тазалық сақтау неліктен маңызды? Тазалықты сақтасаң денің сау болады. Ұстап алақандарын жуу керек. Денің сау болады. Денсаулық зор байлық. Видеороликті көрейік балалар. Ондың ба? Тістеріңді тазаладың ба? Мен қалай тазалау керек екенін білмеймін ғой. Ендеше мен саған үйретемін. Менімен жүр. Қазақты сүйеміз, тазалық, таза болып. Біз баламыз шыныққан, денсаулығы жан. Сәлем, Ашия. Мен сенің тіс щеткаңмын. Мен бүгін сендерге тісті қалай дұрыс тазалау керек екенін айтам. Тісті күніне 2 рет тазалау керек. Таңертең және кешке. Тісті гигиеналық тіс пастасын қолданып, кем дегенде 3 минут бойы тазалаған абзал. Тісті тазалаудың өз реттілігі бар. Біз сол бойынша ауыз қуысын, тістердің арасын толық тазалаймыз. Ең бастысы, щетканы қатты басып тазалауға болмайды. Себебі бұл тістің эмалін зақымдауы мүмкін. Тіс щеткасы немесе оның пішіні бұзылғанын байқасаңыз, одан ерте жаңасына алмастыру керек. Әр тамақтанудан кейін Мен даусым естіліп тұрған. сонда тістеріңіз сау және мықты болады. Ой, мұнда кім келген? Қайырлы таң, Сабын. Біз бүгін жуынуды үйреніп жатырмыз. Олай болса, балалар, мен сендерге қалай дұрыс жуыну керек екенін айтайын. Гигиенаның бірінші және ең басты ережесі қолды жуу. Біздің қолымызға тыным жоқ. Себебі біз әртүрлі заттарды ұстаймыз. Ал ол заттарда түрлі микробтар болуы мүмкін. Микробтар бұл кішкентай, көзге көрінбейтін ағзалар. Егер олар Ал көрдік па балалар видеороликті? Видеороликті көрдік па балалар? Не туралы екен? Видеороликтан жуды, қолдарын жуды. Жарайсыңдар. Жақсы балалар, тазалық сақтап, гигиенаны сақтап жүруіміз керек екен, е? Гигиена дегеніміз бұл балалар денсаулықты сақтау. Гигиена ережелерін сақтау, денсаулықты сақтауға көмектеседі. Ал енді балалар, біздің өзіміздің жеке гигиеналық тазалық заттарымыз болу керек екен. Сендер білесіңдер ма? Қанекей, мына видеороликті көрейікші. Тіс пастасы. Апай, даусыңыз Тіс щеткасы. Айна. Тарақ. Су сабын. Су сабын.
sabun. Иіс сабын. İz sabun. Орамал. Орамал. Oramaz. Жарайсыңдар балалар. Düzge. Адамның өзіне жеке гигиеналық заттары бар екен. Білдіңдер ме? Қандай гигиена ережелерін құрастырыңдаршы. Суреттерге қарап, қандай ереже құрастыруға болады? Адамның жеке тісі болу керек балалар. Щеткасын. Тіс щет. Ертең тұрып қолыңды жуады. Шашыңды тарайды. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, ондай болса, бағанан бері шаршаған боларсыңдар. Қанеке барымыз бірге ән айтайық. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбетке малып. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрін, жуынғанда дәйім, қолда тұрсын сабын. Қиын емес дымда, тазалық бар мұңда, таңда түсте кеште, қол жуудан тыңба. Өнеңдесең гүлдеп, осыны қыл міндет, тазалық бар жерге, жоламайды індет. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрім, жуынғанда дайым, қолда тұрсын сабын. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрім, жуынғанда дайым, қолда тұрсын сабын. Ал балалар, кім көп біледі? Кім көп біледі деген Айдардан балалар тазалық, денсаулық туралы мақал-мәтел айтайықшы. Кім айтшы? Денсаулық, денсаулық. Жарайсыңдар. Ауырып еміз денсаулық, зор байлық. Жарайсыңдар. Көрініп тұрсын, иә. Ауырмайтын жол іздеп. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Өте жақсы. Тазалық, денсаулық кепілі. Тамаша балалар. Ондай болса балалар, бүгінгі сабағымызды қорытайық. Бүгінгі сабақта біз денсаулық және жеке бас гигиенасы туралы білдік. Жеке бас гигиенасын сақтауға үйрендік. Тазалықты сақтап, денсаулығымызды әрқашан нығайтып жүрейік балалар. Ал енді бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс берейікші балалар. Өте жақсы Әбілхан, көріп тұрмын. Айым, жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Я, апай. Сабағымыз Өте қызықты өтті. Рахмет. Жарайсыңдар балалар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.